Қазақстанда 15 мың адам қылмыстық рақымшылыққа ілінуі мүмкін. Бұл туралы бүгінгі мәжіліс отырысында белгілі болды. Төменгі палата мақұлдаған заң жобасында бұған дейін босатылған азаматтардың қайта қылмысқа бару фактісі де нақтыланған. Толығырақ тілші айтады. Рақымшылық барлық сотталған азаматты босату деген сөз емес. Бүгінгі мәжілістің кезекті отырысында сөз сөйлеген ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Абай Қайырбеков осылай деді. Оның сөзіне сенсек, қылмыстық рақымшылыққа іліккендердің бір бөлігінде жаза мерзімі қысқарса, екіншілерінде тек жеңілдетіледі, ал үшінші топ мерзімінен бұрын еркіндікке шығады. Қоса кету керек, бұрын амнистияға ілініп қайта қылмыс жасағандар екінші мәрте бұл жеңілдікті қолдана алмайды. Қылмыстық кодекстің 78-ші бабына сәйкес рақымшылық аса қауіпті қылмыстар жасаған адамдарға, атап айтқанда сыбайлас жемқорлық, террористік және экстремистік қылмыстар, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар, азаптаулар жасағандарға қылмыстардың қайталану, яғни рецидив кезінде, қоғамдық қауіптілігі жоғары деңгейдегі қылмыстар, жақында криминализацияланған, яғни қылмыс қатарына жатқызылған іс-әрекеттер жасағандарға, сондай-ақ сырттай үкіммен сотталған адамдарға қолданылмайды. Нақтылай кетейік, рақымшылыққа ілінуі мүмкін деген 15 мың адамның 10 мыңы пробациялық бақылауда сотталғандар, ал тағы 5 мың азамат бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жүр.